Бәріңе сәлем. Таңертең ерте тұрып, каша пісіріп жүрмін. Рисовый, овсяный. Мына менде қазір овсяный. Жолдасым диетада болғаннан кейін таңертең ертерек тұрып, каша пісіремін. Отымды жағып қойдым. Балалар тұрғанда үй жылы болсын деп, түске таман тамақ жасайын десем, инелік жүр декабрь айында. Тамаққа қамыр иледім. Бір жұмыртқаны жарып жіберіп, қатты болып қапты бұл жолы. Одан кейін асқабақты тазалап, турап, пиязымды турап, піскен етті фарштан өткізіп қойған болатын. Барлығын араластырып, нанымды жайып, осындай орама жасадым. 4 тыкваны алып, буға пісіріп алдым. Қызымен жолдасым жейді деп. Қарасам, су өшейін деп тұр екен. Суды осылай толтырып алдым аяқ астынан. Арасында су өшіп қалады қыстың күні. Одан кейін мына төсекті әйтеуір улап-шулап жатып, астын тазалап алайын дегем. Осы жерді тазалап алдым. Шаң, мусор, конфеттің қағаздары толып кетіпті. Осы жерді одан кейін құрастырып, матрасын қойып, төсекті қайтадан жасап, көрпелерін төсеп қойдым. Ал кешке сиыр сауып, осылай ыдысқа құйып қойдым. Қазір бір кісі алып кетеді.